Сәлеметсіздер ме? Бүгін чия дәні, чия тұқымы туралы айтатын боламыз. Чия негізі біз күнделікті қолдана бермейміз, бірақ оны аптекада және арықтауға осы чия дәнін көптеген адамдар қолданады екен. ақш-тың диетологтары чияны күніне 3 рет тұтынуға кеңес береді. Өте көп мөлшерде су ішу керектігін айтылады. Чияны алдын ала йогурт, айран, сүт сияқты өнімдерге қосып, сіңуін және өскенін күту керек. Мысалы, бір стаканға немесе қақпағы жабылатын ыдысқа чия дәнінің 2 қасығын салып, бетін жауып, азанға дейін сақтасаңыз, азанда оның пайдасы 2 есе артады екен. Және де чия тұқымын дәмдеуіштерге қосып, оларды пудинг ретінде жеуге болады. Салатқа сеуіп, не болмаса дайын піскен тағамға қосып жеуге де болады. Мысалы, алма, фруктылар бар, мысалы, апельсин деген сияқты йогуртты қосып, чияны да қосып, араластырып, салат қып жеуге де болады. Өте дәмді. Негізі чия тұқымдары кальцийдің, магнийдің, фосфордың және калийдің жақсы көзі болып табылады. Азық-түлік өндірушілері дәнді дақылдарға, нан өнімдеріне, жеміс шырындарына және йогуртқа чия тұқымын қосуды қолға алған. Омега-3 май қышқылдарының жоғары деңгейіне сүйене отырып, чия тұқымдары қабынуды жеңілдетуге және жүрек қан тамырларын денсаулығын нығайтуға көмектеседі екен. Антиоксиданттар жоғары деңгейде болғандықтан, чия тұқымдары қатерлі ісік ауруларын алдын алатын көрінеді. Негізі біз осы қатерлі ісіктердің барлығы бастапқы кезде ондай қатты білінбейді, жаман аурулардың барлығын негізінде жайлап, кейін білесің да, мысалы асқазаның ауырып жүреді, немесе тамағың ауырып жүреді, жай тұмау сияқты болып белгіленеді. Кейін барып ол асқынған кезде осы ауруды біледі. Мысалы, естіп жүрген шығарсыздар туысқандарыңыздан, жаңалықтардан деген сияқты. Ал осы чия дәнін күнделікті қолданып жүрсеңіз, сіз немесе аптасына 3 рет қолдансаңыз да, осы ауруларды жеңуге көптеп көмектеседі екен. Және олардың талшық деңгейі жоғары болғандықтан ас қорыту және қан құрамындағы қант деңгейін төмен түсіруге көптеген септігі бар. Және кейбір зерттеулердің нәтижесі бойынша чияның салмақ жоғалтуға ықпал ететін анықталған. Чия тұқымдары жүрек қан тамырларының жұмысын жақсартады екен. Чия тұқымы іштің қатуына жақсы көмегін тигізеді. Егер де балаңыз ба өзіңіз ішіңіз қатып, запор болып жүрсеңіз, әжетханаға баруға қиналсаңыз, осы чия дәнін қатыққа, йогуртқа, немесе салатқа, немесе жұмыртқаның бетіне қуырғаннан кейін сеуіп жесеңіз, осы запордан құтылуға көптеген көмегін тигізеді. Ол суды сіңірген кезде олар гель тәрізді бірізділікке ие болады. Осының арқасында іштің жақсы жүруіне ықпалын тигізеді екен. Менің парақшамда көптеген пайдалы ақпараттар бар. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.